2024 жылдың 20 шілдесінде көп қабатты үйден 21 жасар Ақнар есімді қыз құлап кетеді. Оны біреу әдейі құлатты ма, қасақана құлатты ма, әлде Ақнардың өзі құлады ма? Марқұмның анасының айтуы бойынша, екеуі алдымен әбден қинаған, ұрған, соққан, есінен тандырған. Қасымызда бір қыздың шашын жұлып өлтіріп жатыр, қылқындырып. аудиожазбаның иесі Дидар, пәтерді жалға алушы қыз, Ақнардың құрбысы, Қытай азаматы. Екінші қыздың есімі Рано. Оқиға орын алғанда ол да Қытай азаматы болған. Бірақ қайдан екенін білмеймін, Қазақстан Республикасының азаматтығын алыпты. Ақнардың құрбысы Рананың айтуы бойынша, Ақнар, Дидар, Рана үшеуі өте жақын құрбылар болған. Бір-бірлерінің туған күндеріне барып тойлап та жүріпті, бірге көңіл көтеріп те жүріпті. Сол күні Дидардың үйінде жиналуды Ақнар өтініпті, және өзімен бірге ішімдік ала келетінін айтқан. Бірақ құжаттарға сенетін болсақ, Ақнар мүлде ішімдік ішпеген, оның қанынан ішімдік табылмаған, ал Рана мен Дидардың қанынан ішімдік табылған. Рананың айтуы бойынша, Рана Ақнардың телефонның құпия сөзін сұраған. Себебі Ақнар ұйықтап қалды, ертең таңертең барады деген мақсатпен анасына ескертпек болған. Құрбысының осы жайлы айтқан видеосын көретін болсақ. Сұраймыз, телефон паролын айтшы, біз үйдегілеріне хабарласайық деп. Ақнар телефон паролын береді бізге. Біз үйшілеріне хабарласқымыз келді. Бірақ мен ол кезде айттым, ой, ол ішкеннен жылап, көңіл күйі түсіп қалған шығар. Қазір ұйықтап жатыр ғой, ладно, даш ұйықтай берсін, ертесі күні өзі үйіне қайтады деп. Бір моментте білмеймін ортасында қанша уақыт өткенін, бірақ сол біз әңгіме айтып жатқан кезде Ақнар резко тұрады, өз орнынан шыңғырып бастайды, екі қолы екі жақтап былай, и тұрып, шыңғырады, екі көзі қып-қызыл, артпен менің көзіме қарайды, сенің анаң тозақта деп. Қойшы Ақнар. Не жетті саған, не жетті, не үшін Аллах сақтасын болды. Сен сақтасын болды. Бәрі жақсы, бәрі жақсы. Біріне сүрелер оқып бастайды, біз Дидар бір-бірімізге қараймыз. Вроде мынаған жын кірген сияқты ғой, түсінбей қалдық, не болғанын біз түсінбедік, не үшін сүрелер оқып жатқанын. Дидар туалетке қашады, ағасына аудио жібереді. Ақнар қасымыздағы бір қызды өлтіріп, қылқындырып, өлтірейін де жатыр, кешіріңіздер деп сөйтіп аудио жіберді. Ол аудиосы анасы да хабарда шығарған, бірақ менің ойымша ол түсінуге өте оңай. Енді біздің қасымыздағы бір қызды өлтіріп жатыр деп айтып жатыр ғой. Оның басқаша, Рана оны өлтіріп жатыр, жоқ, ондай мүмкін емес олай түсінуге. Тек қана Ақнардың ағасына жіберіп жатыр сол аудионы, Ақнардың ағасына айтып жатыр, мынау біздің қасымыздағы бір қызды өлтіріп жатыр деп сондай мағынада аудиосын жіберді. Құрбысы Рананың айтуы бойынша барлығы осылай болған деседі. Ал Дидардың айтуы бойынша, Дидар кейбір істі болды дейді. Бірақ Руслан Өтепбай оны нақтылап сұраған кезде болмадыға шығарады. Оның қайсы рас, қайсы өтірік, оны өзіміз де білмейміз. Кейбір мәліметтерге қарасаң сәл шындыққа жанасады, бірақ оны нақтылап сұрайтын болсақ, оны өтірікке шығарады. Дидардың сұхбатынан үзінді көретін болсақ. Міне осы видеода боқтап жатыр ғой. Мына видеоны қайттан қоям, көрерменге түсінікті болу үшін, ештеңе бұрмаламау керек. Мен тағы сұраймын, осы видеода Ақнар кімді боқтап жатыр? Рананың үйшісін. Жақсы. Не жетті саған, не жетті, не үшін Сақтасын болды. Сен сақтасын болды. бәрі жақсы, бәрі жақсы. Арабша боқтап жатыр ма? Мен намазды түсінбеймін. Бұл жерде калимасын айтып жатыр. Иә? Бұл боғауыз емес қой? Бұл ең қасиетті Құрандағы сөздер. Қай жерде Ақнар Рананың анасын боқтап жатыр? Боқтап атқанда мен түсіре алмадым. Енді демек ол жоқ ондай видео, иә? Демек дәлел жоқ. Демек мен сізге сене алмаймын боқтат дегенге. Сіз маған мынаны көрсетті, осы видеоны көрсеттіңіз ғой, мен 2 рет қайтара сұрадым. Мына видеода Ақнар Рананы боқтап жатыр ма деп анасын. Өздеріңіз көргендей және түсінгендей, Дидар басында Ақнар оның отбасын балағаттады, анасын балағаттады деді. Руслан Өтепбай оны нақтылап сұраған сәтте,
ол мен намазды түсінбеймін, мен арабша түсінбеймін деп өз сөзінен өзі қарсы шығып жалтарып тұр. Бұл ненің белгісі? Әрине бұл өтіріктің белгісі. Өтіріктің бір ұшы десем де қате емес. Өздеріңіз білетіндей, яғни кейбірі біледі, кейбірі білмейді. Ақнардың өзінің бір күнделігі болған деседі. Ішіне армандарын, мақсаттарын, яғни ішіндегі бар құпиясын күнделігімен бөліскен. Енді соның да жазбасына көз жүгіртетін болсақ, Қызыңыз Ақнар 2024 жылдың қаңтар айының 8 күні 2024 жылға арманым деп күнделік жазуды бастапты. Иә. Рұқсат етсеңіз, қалың елге қызыңыздың күнделігінен үзінділерді оқып берейін. Рұқсат па? Рұқсат. Тағы бір нәрсені түсіндім. Барлық жақсы достар шынымен де жақсы бола бермейді. Олар саған шын жүрегімен ақтарылуы мүмкін. Немесе менің бір нәрселерді жеткілікті жасамаған болармын. Бірақ түсінгенім, бәрібір өзіне сүйенесің. 18 жасында Гүлшат тәтемнің айтқаны бар еді. Адам бәрібір жалғыз. Тек өз-өзіңді шындағанда барлығы жақсы болады. өздеріңіз байқағандай Ақнар сондай парасатты, сауатты, арманшыл қыз болған. Осындай қыздан айырылып, қан жұтып отқан анасына, отбасына қайғыра көңіл айтамын. Анасының жағдайы біз айтпасақ та, біз көрмесек те, бәріне аян деп ойлаймын. Бәріне түсінікті деп ойлаймын. Тағы да бір айта кететін жайт, анасының айтуы бойынша Ақнардың құрбылары оның телефондағы, яғни банк картасындағы бүкіл ақшаларды алып кеткен. Осы мәселеге байланысты видео жазбаларды көрсек. 2023-тің 7 айында ол қыз оқуға шығып келеді Кореяға. Ал сол күні оның жаңағы шотында айтты, маған 17 күні звондады, мама деді. Ол қыз өйткені жаңа кішкентай кезінде кеткен болған екен, мына WeChat-тағы қаражатына ақша аудару оның несінде жоқ, телефонда. Мен арқылы өткізеді. Сосын айтты, мама деді, анау Қытай компанияларының біреуі маған осылай 500 мың теңге көлемінде сондай ақша салғалы тұр, сіз ауыстырыңыз да, сосын кейін маған салып жіберіңізші деді. Мен қыздың Центр кредитіне салдым ақшаны, 500 мың теңгені. 7 айдың шілденің 17 күні қайтыс болатыннан 2 күн бұрын. Сол күні оның сол ақшасынан, артынан мен банк вичотын барып қараған кезде, сол ақшасынан 30 мың теңгенің ғана Каспий картасына аударған 470 мың теңге ақша жатқан. Мен айтам, Центр кредитінде 470 мың теңге ақша жатқан қыз секір бөле ме? Міне видео жазбалардан үзінді. Шынымен қалтасында сонша ақшасы бар адам секіре ме? Өз-өзіне қол жұмсай ма? Енді Ақнар шынымен 7-ші этаждан өзі секірді ме? Әлде оны қасақана біреу итерді ме? Осыған тоқтала кетсек. Құрбысы Рананың айтуы бойынша, Мен туалеттемін деп, ол менен сұрайды, Ақнар қайда деп. Мен айтам, Ақнар кухняда деп. Ол содан кейін екеуміз кухняға барамыз. Кухняда жоқ. Мен сол кезде айттым, бір жерде тығып қалған шығар деп. Содан кейін біз залға қараймыз, залда да жоқ. Содан кейін залда қарап жатқан кезде полицейский уже есік қақ бастайды. Есікті ашамыз, бізге айтады, сіздердің квартираларыңыздан бір қыз құлап түсті деп. Міне Ақнардың құрбысының айтуы бойынша осылай, яғни олар Ақнарды көрмеген, білмеген. Әжетханадан шықса Ақнар жоқ. Ақнарды іздеп жатқанда полициялар келіп қалады. Олардың айтуы бойынша осылай. Ал мына видеоға не дейсіздер? Міне достар, мен сіздермен бар білгеніммен, бар көргеніммен бөлістім. Ақнардың отбасына, туған туыстарына, ата-анасына қайғыра көңіл айтамын. Әділ сот орналуын талап етемін.